Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып өзгеру мен даму. Бүгінгі сабақта сөйлесу кезінде жаңа сөздерді қолданасың. Жаңа сөздер: өзгеру, изменяться, изменение, даму, развиваться, развитие, кезінде, свое время или же в положенное время. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып қойыңдар, жаттап алыңдар. Айтайық. Бірінші тапсырма. Суреттерді салыстыр, сравни рисунки. Қандай өзгеріс байқадың? Какое ты заметил изменение? Айтып бер, расскажи. Бірінші суретте не көріп тұрмыз? Что мы видим? Айран, кефир. Бұрын айран қандай ыдыста болды? Қазір қандай ыдыста? Екінші суретте шай, чай. Бұрын шай қандай ыдыста болды? Қазір қандай ыдыста? Қандай өзгеру байқап тұрсыңдар балалар? Какое изменение вы видите? Бұрын айран шыны бөтелкеге құйылатын, наливали құйылатын. Қазір қағаз қорапқа құйылады. Сейчас наливают. Бумажные пакеты. Бұрын қорапқа шай 100 грамм. 100 грамм ғана салатын, только 100 грамм. Қазір сейчас қорапқа 250-500 грамм салады. Осындай өзгеріс байқадық. Мы заметили вот такие вот изменения. Қолданып көрейік. Өзгеру және даму деген сөздердің мағынасын ажыратайық. Давайте попробуем различить слова өзгеру и даму между собой. Сөздіктерді алып, осы өзгеру және даму сөздерінің мағынасын қараңдар, посмотрите. Что такое өзгеру и что такое даму? В помощь вам словарь или интернет. А теперь давайте посмотрим. Енді көрейік. Өзгеру. Бұрынғы қалыптан басқаша айырмашылық, өзгерген жайт. Изменение. Это полностью изменение внешнего вида. Даму. Қарқындап өсу, өркендеу. Қажетті қозғалыс, уақыттағы өзгеріс. Развитие. Это рост и развитие. Рост и изменение в лучшую сторону. Қажетті қозғалыс, уақыттағы өзгеріс. Изменение по времени. Мысалы, например, қаламсап мүлдем өзгерген. Мүлдем өзгерген, внешний вид изменился. Ал мұнда тәлінке дамыған. То есть его улучшили. Сонымен балалар, таким же образом. Екі етістіктің де мағыналары бір-біріне жақын. То есть жақын, значение этих слов близки. Егер қандай да бір затта бұрынғы қалыптан басқаша айырмашылық өзгерген жайт болса, демек уақыттағы өзгерудің, дамудың, өсудің болғаны. Если внешне изменились предметы, значит это развитие времени. Значит, сөз өзгеру және сөз даму бұлар бір-біріне жақын. Эти значения этих слов значит близки друг к другу, они зависимы друг от друга. Сөйлесейік. Үшінші тапсырма. Керекті заттарды сатып алу болашақ заманда қалай жүзеге асырылады? Айтып бер. Как же изменяется покупка в магазине в будущем? Посмотри на рисунок. Айтып бер. Попробуй рассказать, предположить. Мынау санжар.
ол Сұңғаттың үйіне қонаққа келді. Сұңғат тапсырыс беріп отыр дүкеннен. Сұңғат делает заказы в магазине. Посмотрите, как это происходит. Менің ойымша, по моему мнению, ребята, когда я с вами говорила, да, что когда вы высказываете свое мнение, тогда надо обязательно предложение свое начинать со слов «менің ойымша», по моему мнению. Менің ойымша, болашақ заманда керекті заттарды сатып алу интернет арқылы ғана жүзеге асады деп ойлаймын. Я думаю, что в будущем покупки будут только через интернет. Дүкендер болмайды, не будут таких простых магазинов. Себебі, потому что қазіргі уақытта интернет қарқыны дамып келе жатыр. Потому что қазіргі уақыт, данное время, идет развитие интернета. Жаһандану заманы. Время глобализации. Жаһандану. Әлемде болып жатқан өзгеріс өте көп. Очень много. Да, изменений в мире. Бұл менің ойымша. Ал сендер қалай ойлайсыңдар? Тыңдайық және оқиық. Диалог. Мына сөздерді толықтырып, диалогты толықтырып оқы. Қажет сөздер, нужные слова. Тапсырыс, заказ, ақпарат, информация, хабарлама, сообщение, жәшік, ящик, даму, развитие. Ребята, осы сөздерді, эти слова, нужно правильно подставить в предложение и правильно прочитать диалог. Іске сәт. Удачи. Ал енді тексерейік. Давайте теперь проверим. Сұңғат дүкенге тапсырыс бердің бе, балам? Тапсырыс бердің бе? Спрашивает. Дал ли ты заказ, тапсырыс? Я, анашым, тапсырыс бер жатырмын. Ақпарат өңделіп жатыр. Жауап күтіп отырмын. Ақпарат өңделіп жатыр. Информация обрабатывается. Ғажап, сонда сендер дүкенге бармайсыңдар ма? Вы не ходите в магазин? Бармайсыңдар ма? Жоқ, қазіргі заманда адам дүкенге бармайды ғой. Бармайды ғой, ведь не ходят. Бізге тапсырыс бойынша тамақты әкеліп береді. Приносят. Көлік тұрағының қасында әр пәтерде арналған жәшік бар. Көлік тұрағы. Автостоянка. Қасында рядом. Сол жерге тауар түскенде бізге дыбыстық хабарлама келеді. Сол жерге товар түскенде, товар түскенде, когда попадает, или приносят, или оставляют. Когда оставляют товар, сол жерге, в то место, бізге дыбыстық хабарлама келеді. Нам приходит сообщение, дыбыстық, голосовое. Иә, адарда, заманда бәрі өзгерген. Изменились. Бірақ маған ұнайды, нравится. Өзгеру бұл даму емес пе? Изменение – это же развитие. Керемет, великолепно. Балалар, менің ойымша, по моему мнению, сендер бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Тыңдайық. 67 бет, 5 тапсырма. Мәндес сөздерді анықта. Определи слова, похожие по значению. То есть мәндес сөз, синонимы слова. Қатты, твердый, өзге, другой, заман, время, ғажап, чудесно,
мәлімет, информация, үйрену, научиться, үздік, отлично. Балалар, екінші қатардағы мәндес сөздерді табыңдар. Найдите синонимы данным словам. Жақсы, ал енді тексерейік. Қатты, мықты, өзге, басқа, заман, уақыт, ғажап, керемет, мәлімет, ақпарат, үйрену, меңгеру, үздік, озық. Менің ойымша, сендер бұл тапсырманы дұрыс орындадыңдар. Жаттығайық. 6-шы тапсырма, 67-ші бет. Үлгіні пайдаланып, сөйлем құрап жаз. Үлгі, пример. Используя данный пример, составьте предложение. Үлгі. Бұрын ғарышкерлер ғарышқа кептірілген тағамдар алып жүрді. Ал қазір ғарышкерлердің тағамдарын арнайы сықпаға салады. Бұрын, раньше, если космонавты с собой брали сушеную еду в пакетиках, то ал қазір, то сейчас их еда в специальных тюбиках. Тапсырма, задание. Бірінші сөйлем. Бұрын сусындарды шыны бөтелкеге құйды. Раньше напитки наливали в стеклянные тары. Вы теперь должны это предложение продолжить. Ал қазір, а сейчас? Что сейчас? Куда их наливают? Екінші сөйлем. Бұрын адамдар сүт тағамдарын кептіріп сақтады. Раньше люди сушили еду или изделия из молока, да, творог и так далее. А сейчас? Үшінші тапсырма. Бұрын ғарышқа тек зымырандар ұшты. Раньше в космос летали только ракеты. Ал қазір? Төртінші сөйлем. Бұрын адамдар дүкенде ұзын кезекке тұрды. Раньше люди в магазинах ұзын кезек, длинная очередь тұрды, стояли в длинных очередях. Ал қазір? А сейчас? Балалар, ойланамыз және жаттауды орындаймыз. Жақсы, енді осы жаттауды тексеріп көрейік. Менің ойымша, мынандай сөйлемдерді құруға болады. Мынандай сөйлем, такие предложения құруға болады, можно составить. Бұрын сусындарды шыны бөтелкеге құйды. Ал қазір сусындарды көбінесе, во многом, қағаз қораптарға құяды. Бұрын адамдар сүт тағамдарын кептіріп сақтады, сушили. Ал қазір сүт тағамдарын тоңазытқышта, в холодильниках қатырып сақтайды, сохраняют. Бұрын ғарышқа тек зымырандар ұшты. Ал қазір ғарыш кемелер ұшады. Бұрын адамдар дүкенде ұзақ кезекке тұрды. Ал қазір үйден интернет арқылы тапсырыс береді. Балалар, менің ойымша, сендер бұл тапсырманы жақсы орындадыңдар. Сабақты бір қайтара қарап шығыңдар. Жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Қазақ тілінде сөйлем құруды қайталап шығыңдар. Ребята, повторите новые слова, обратите внимание на строение предложений в казахском языке, пересмотрите урок. Сабақ ұнады деп ойлаймын.
Я надеюсь, что вам урок понравился. Сау болыңдар, балалар.